1688 арқылы Қытайдан қалай тікелей заказ беруге болады, соны толықтай айтып өтетін боламын. Неге біз кейде бір товарды 30%, 50%, кейде тіпті 2 есе қымбат алып жүрміз? Неге сол товарды тікелей зауыт бағасымен алмаймыз? Көп адамдар Қытайдан товар алғысы келеді, бірақ посредниктерге ұрынып қалып жатады. Себебі процесс күрделі сияқты көрінеді. Өздері заказ беруге қорқады. Бүгін мен сендерге 2026 жылға арналған нақты алгоритмді көрсететін боламын. Бұл алгоритм закупта артық шығыннан құтқарады. Қытаймен жұмыс жасаған кезде жіберілетін негізгі қателіктерден сақтайды. Біз бүгін 1688 платформасы арқылы қалай заказ беру керектігін толықтай көрсетіп өтемін. 1688 бұл Қытайдың ішкі нарығына арналған площадка. Яғни бұл жерде экспортқа жұмыс жасайтын посредниктер емес, сайлардың өздері товар алады. Бірақ бір маңызды нәрсені бірден айтайын. 1688 арзан товар табатын сиқырлы кнопка емес. Егер процесті түсінбейтін болсаң, ол сені үлкен шығындарға батыруы мүмкін. Айтпақшы, қысқаша өзімді таныстырып өтейін. Мен Қытайдан тікелей завод фабрикалардан осы кезге дейін 100 миллионнан астам жоғары закуп жасаған болатын. Бұл видеодағы ақпарат теория ғана емес, чисто практикада жұмыс жасауды көрсететін боламын. 1688 дегенде не үшін ол жақта баға өте төмен? Өйткені Қытайда тұратын адамдар өздері закуп жасайтын платформа. Яғни СНГ-да тұратын адамдарға арналмаған. Alibaba Group компаниясына тиесілі. Alibaba.com шетелге арналған. Ал 1688 өзінің ішкі нарығына арналған платформа. Практикада бұл нені білдіреді? Бағалар 20-40%-ке төмен болуы. Минималды партиялар аз. Бірақ ағылшын тілінде қолдау жоқ. 1688-де интерфейс қытайша. Сатушылар шетел клиенттерімен жұмыс істеуге міндеттелмеген. Сол үшін баға арзан. Сол үшін новичоктарға условно қиын. Ал Alibaba экспортқа арналған, яғни шетелдік мемлекеттерге сатуға арналған платформа. 1688 ішкі нарыққа арналған. Бағалары өте тиімді, бірақ түсіну керек. Егер тәжірибең аз болса, Alibaba жеңіл болады. Егер маржаңды жоғары көтергің келсе, 1688-бен жұмыс жасауға тура келеді. Не сатып алуға болады, және де болмайды. Сатып алуға болатын товарлар тізімі. Брендсіз қарапайым товар, аксессуарлар, үйге арналған товарлар, текстиль, упаковка. Қауіпті категория ол жердегі брендті көшірмелер, медицина өнімдері, және де бат сертификациясы требовать ететін товарлар. Көп адамдар дәл осы жерде ақша жоғалтады. Не себепті бұл категория қауіпті болып саналады? Себебі бұл жерде бренд көшірмелері бар. Бренд көшірмелері былай айтқанда банкқа кетіп қалады. Ал медицина өнімдері, сертификация, декларация, СГР жасату өте қиын болады бастапқы уақытта. БАДы нишасын өте дұрыстап анализ жасау керек. Бұл нишаны границада өткізуде өте қиын болады. Батареясы бар товарлар тоже границада өткізу өте қиын болады. Қазір сіздерге 1688 платформасы арқылы товарды қалай іздеу керектігін көрсететін боламын. Мінеки 1688 платформасы бұл жерде ең тиімді әдіс іздеу через фото арқылы. Фотоға кіреміз, бізде нишаны жаңа анализ жасау арқылы бір нишаны тапқан болатынбыз. Сол нишаны давайте сразу 1688-де іздеп көрейік. Міне қарайтын болсаңыздар, 1688-де фото арқылы іздеген соң бірнеше товарлар түрі шығады. Одан ары қарай осы жерде қайсысы поставщик қандай бағада беріп отқанын көре аласыздар. Мысалға бірінші поставщикті қарайтын болсақ, бұл жерде 0,50 юаньнан беріп отыр. Екінші поставщик бұл жерде 1,8 юаньнан беріп отыр. Бұл жерде бірнеше поставщиктан бастапқыда заказ беру арқылы товардың качествосын тексеріп алу қажет. Одан кейін сол поставщикпен дальнейшем на долгосрок жұмыс жасайтын боласыздар. Мінеки осы жерде бірнеше товардың ішінде давайте мына товарға кіріп көрейік. Бұл жерде кіретін болсақ, міне оптовый торговля деп тұр. Мысалға 1 штук алатын болсаңыз 1,9 юаньнан береді. Одан ары қарай 50 штуктан 100 штуктың арасында 1,8 юаньнан береді. Бұл жерде завод емес екенін анықтау үшін бастапқыда біз обязательно астына түсіп қарап көруіміз қажет. Мінеки мына жерде қарайтын болсаңыздар, сертификат осы заводтың сертификаттары тұратын болады. Бұл жерде барлығы завод фабрикалар емес. Бұл жерде посредниктер де бар. Сол себепті біз каждый товардың ішіне кіріп,
қарап көруіміз қажет. Если завод болатын болса, бұл товардың астында обязательно сертификация тұрады. Мысалға, мына товарды қарайтын болсаңыз, бұл жерде астында сертификациясы жоқ. Міне екіншісін қарайтын болсаңыз, мына жерде видеодан тоже қарап көрсеңіздер болады. Ішінде товарлардың түрі қаншама. Мысалға, бір поставщик обязательно тек медицинский БАДымен ғана жұмыс жасауы мүмкін, медицинский товарлармен. Сол себепті осы поставщикті бастапқыда таңдап көреміз. Бірінші, бір штук заказ беріп көреміз. Если товардың качествосы жақсы болатын болса, дальше сол поставщикмен дальнейшем на долгий срок жұмыс жасайтын боламыз. Осы жерде завод, фабрика мен посредникті қалай анықтаймыз? Мысалға, мына карточкаға кіретін болсақ, бұл жерде товардың сертификация, декларация ештемесі жоқ. Если мына жерде қарайтын болсаңыздар, бұқаның суреті тұрады, топ продавец деп. Осының ішіне кіретін болсақ, бұл жерде через инфографика суреттерін қарап шығатын болсаңыздар, декларация, сертификация осы жерде тұратын болады. Астына қарай түсетін болсаңыздар, осы заводтың қай жерде орналасқаны, қанша адам жұмыс жасайды, қандай объемда товар шығарып жатыр, соның бәрін полностью ашық айтып өткен. Сертификация, декларация жағын қалай анықтауға болады? Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, заводтың суретін көрсеңіздер болады. Одан кейін мына жерде сертификат полностью қытайша жазылған. Ал посредниктерде бұл жерде маркетингке өте қатты көңіл бөлетін болады. Мысалға, посредникті қарайтын болсақ, бұл жерде ешқандай заводтың да суреті, сертификация да жоқ. Енді 1688 платформасында қалай заказ берсек болады? Осы жерде отырып 1688 арқылы, чат арқылы сөйлессеңіз болады. Немесе WeChat арқылы өзінің контактісіне прямой шығып, сол жақта сөйлесу арқылы переговор жүргізесіз. WeChat арқылы заводпен сөйлесіп, одан ары қарай бастапқыда бір 100 штук товар заказ беріп, одан кейін ендігі партияда 200 штук заказ беретін болсаңыздар, сол уақытта скидка сұрасаңыздар болады. Завод обязательно сіздерге скидка беретін болады. WeChat немесе 1688 арқылы сөйлескен кезде поставщиктермен нақты сұрақтарыңыз қоясыз. Бастапқыда бірінші сұрайтыныңыз ол баға, одан соң срок бойынша, одан кейін қанша количество заказ беретіңізді нақты сұрайсыз. Бұлай айтқанда, бұл жерде сіз қысқа нұсқа переговор жүргізесіз. Қытайлар негізінде қысқа нұсқа сөйлескенде ұнатады. Сол себепті нақты сұрақтарды қоясыз. Нақты не сұрақтар қоясыз? Бұл жерде бірінші баға, екінші срок, үшінші бірақ болған жағдайда не болады, қандай количество алған кезде қандай бағаға түсіріп береді, соның бәрін нақты сұрап аласыз. Одан соң дальнейшем, если 30-40 миллион, 100 миллион, 50 миллионға закуп жасап жатсаңыз, ол жерде депозитный система бар. Мысалға айтатын болсақ, заводпен келіссеңіз болады. 30%-ын бастапқыда төлеп, товар дайын болған уақытта 70%-ын полный оплата жасасаңыз болады. Бұл жерде енді товарымыз дайын болған уақытта ақшамызды қалай төлеміз? Бірінші алатын болсақ, бұл жерде посредниктер бар, екінші Alipay, үшінші карго компания. Ол жерде қарайтын болсақ, бірінші посредниктерге юань мысалға 73-74-тен көрсетіліп тұрса, ол жерде посредниктер 1-2 юань үстіне қосатын болады. Alipay'ге өзіңіз пополнение жасайтын болсаңыз, ол жерде қаралып қалуыңыз да мүмкін, если дұрыс білмейтін болсаңыз. Карго компания новичоктарға қауіпсіз болып саналады. Не себепті десеңіз, сіздің товарыңызды гарантиямен завод, фабрикадан алып кеп беріп отырады. Но ол жерде карго компания өздерінің табысына курс ауыстырған кезде 1-2 юань қосып қоятын болады. Мысалға, бізде өзіміздің карго компания бар. Карго компаниядан бізде қаншама кісі закуп жасап жұмыс жасайды. Компанияда система налажена, Қытайдан завод, фабрикадан товарыңызды алып, Алматыға немесе Москваға товарыңызды гарантиямен жеткізіп беріп отырады. Карго компаниямен жұмыс жасау оңай әрі тез, бастапқыда тиімді. Не себепті десеңіздер, егер де маркетплейсте сауда жасайтын болсаңыз, сіздің товарыңызды Қытай завод фабрикасынан 7-14 күнде Алматы қаласына алып кеп беретін болады. Немесе Москваға 15-16 күнде жететін болады. Сіздің товарыңыздың себестоимости арзан болады, егер де маркетплейсте сататын болсаңыз. Каргодан бөлек енді белый воз деген бар. Белый возбен жұмыс жасау бастапқыда өте қиын болады. Не себепті десеңіз, ол жерде таможенный декларация, инвойс, одан кейін сертификация, декларация, товардың бүкіл заңды кіруі. Үлкен масштабқа шығатын кезде жақсы әсер етеді.
Беловоз бойынша алдағы уақытта толықтай видео салынатын болады. Соны көру үшін каналға тіркеліп кетіңіз. 1688 тек қана арзан тауарлар жинақталған площадка емес. Бұл дұрыс жүйе. Кімнен аласың, қалай жеткізесің, қалай сатасың, барлығы бірге жұмыс жасайды. 1688 тек жарты жол. Ақша тек әрекетпен жасалады. Егер сен маркетплейсте дұрыс старт жасағың келсе, нормальды масштабқа шыққың келсе, описаниеде сілтеме бар. Сол арқылы бізден тегін сабақ алып, өз миллиондарыңа алғашқы қадам жасайсың. Сіздермен болған Арман Сыдықбай. Каналға тіркеліп алыңыз, комментарийға сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіз. Алдағы уақытта осы маркетплейс бойынша қалай үлкен обороттарға шығу керек, қалай масштабқа шығу керек, Қытай завод фабрикасымен жұмыс жасау керек, сол бойынша толық айтып өтетін боламыз.